1987 сенесі Қырым татарларының Москвада кечірген наразылық акциясы тек бізім халқымыз үшін дегілде, бұтын Совет девлеті үшін мұйым вақия олды. Чешет тарихчыларының фікіріне көре, айны шу акциядан сон Совет девлетінде демократик әрекеті башланды. Ве нәтижеде тоталитар режимі йықылды. Қырым татарлар үшін есе 1987 сенесі юзберген вақиялар халқымыздың күтлеви шекілде ватанға қайту фоғырында невбеттікі ве ең мұйым адамлардан бірі олды. Өйкен әсіліміз бұны яқшы біле. Ама генч Қырым татарлар 30 ел әвел олған вақияларны білмей. Москва вақияларының мақсады Совет үкіметіні Қырым татарларының меселесіні чезмеге мечбур етмек еді. Ама yüzlerce Қырым татарларыны Москваға барып, ватанға қайтмақ аққыны ачық талап етмеге кім рухландырды. Бөле адамлардан бірі Бекир Умеров олды. О милли әрекет аққында балылықтан біле еді. Өзбекистанның Маргелан шерінде Умеровларының евінде әрекетшен адамлар топлана ве Қырым мевзусы янғыра еді. Біздің янымызда қоншы олып, дайымлар яшайырлер. Зеки Дайым Кадыров милли әрекеттің фаал iştirakçısı еді. Біздің азбарларда инициативлерін көрішулері олып кечеді, жемат топлашулар олып кечеді ве башқа әрекетлер, яғни машинкада документтер басмақ, ол гизли апылайды, ама біз оны көредік. Генч Бекир бүйіклерге ярдым етмеге тұрыша еді. 1974 сенесі барды ағасы ве оның досты еле о білдірмелер язып тарқатмаға башлады. Ве бірден КГБ оны незарет алтына алды. Білдірмелерінің муэлифлеріні языларындан тапмақ үшін Фергана велиетінің бұтын мектеплерінде имля кечірілді. Диктант 8-ші сыныпта болмақ керек ме еді? Бізде олды диктант. И диктантын yazғанда біле, мен өзімде дүйәлім, анда пик жоқ таныш сеслер, айтайық, сөзлер. Айтайық, біздің листовкаларда yazылған еді. Пусть каждый из вас спросит себя, люблю ли я свою родину. Например, рус тілінде бет біздің листовкалар еді. Бұл диктанттың içінде анда советские солдаты где-то воевали, и каждый из них спрашивал себя, люблю ли я свою родину. Значит, они кроме букв там почерки каким-то образом предложения целые сверяли. Шайтып, олар біздің тапқан еділер, тұтқан еділер. Илми ве Бекир Умеровлар ве Эльвер Сулейманов Совет девлетіне қаршы білдірмелер тарқатқанылары үшін қабатлана еділер. Умеровларның евінде тинтув кечірілген еді. Оларны апис жазасы или қорқыта еділер. Махкеме бір қач керелі ғу етілді. Нәтижеде балаларнен қонышып, оларны сербест қалдырдылар. Перестройка башлағанда Умеровлар Краснодар велиетінің Крымск шерінде еша еділер. Девлетте юзберген денішмелер Қырым татарларға ве сүргін етілген башқа милетлерге ватанға қайтув үмітіні бағышлады. Тішібіз группалары фаал әрекет етіп башлады. Чешет шерлерде топлашу ве митинглер кечірілі еді. Имза топлай ве халық векелері девлет елбашчыларынен көрішмек үшін Москваға йол алайдылер. Бұлі делегациялардан бірі пайтақтқа 1987 сенесінің майыс айында барды. Айны о заман, майыс 17 күні Бекир Умеров апансыздан ачылық илан етті. Бір кімсеге бір шай айтмайып тұрдым, аяқ машинам бар еді. Отырдым, ана аяқ машина шыға 4 километр мерkezге барып, Крымск шерінің мерkezінде телефон, телеграф меркезі бар еді. Анда кіріп, яздым, бланкалар алдым, ручкалары бар, яздым. Знак протеста против национальной дискриминации крымских татар, объявляем голодовку. Голодовку прекращу в случае приема крымско-татарской делегации Горбачев. Деп тұру Горбачевның адына телеграмма yolладым. Мен хаберім жоқ еді, анда бір бүлбер яшқыс шығып отырайды, сары маға ошақ. Вот Қырым татары екен, мен ондан хаберім жоқ еді, ол беле оқыды. Енді оқып бітіргенше мен кеттім. Қайттым, ол десең, оқысчық еле телеграмма болсын, башқа бір şey болсын, ясақ екен. Доғыр Москва yolламаға керек екен начальствосына. Тамам саат яры ежеде 17 майсан, 18 майсын ежесі еді, саат 12-ге яқын еже. О алған доғыры мен дайырге етіп келмейм, мен телеграмма менді Москваға етіп барған. Ачылықны башлап Умеров сағлығыны телукеге атты. Чүнке ачылықның қайделеріні білмей, о бұрысының тевсиесіні дінлеп, тұзлы су вечі башлады. Бірінші аптада балабан зарары oldu саулама. Чүнке мен бұл 200 граммлық стаканны аман-аман ярысына қадар тұз токып, ішіне да боржом едім, не еді, газированный су токып, оның үстінен қарыштырып, қашықнен. Оны içmeye тырышайдым. Кені яқшы жоқ іш боламайды, мама жетеді. Бұл почкаларыма
санки анда бір бычкынен біреу быча. Не юқсы бақ боласың, не отырып боласың, не ятып боласың. Пек мүшкіл алда едім. Новороссийск шерінде яшаған профессорның тевсиелері ona тедевеленмеге ярдым етті. Умеров чоқрақ суыны ішіп, өзіне келді. Ама пек азды. Сағлығыны онылар жейкем не зарет етейді. 17 я 18 екім тапылған. Краснодар өлкесінде Қырым татар екімлері, оларды ерінмейіп уақыт айтам да пек yüksek seviyede еді. Қырым татарлардың әрекеті, ол Бүтін Краснодар өлкесінде 100 километрден зияде Краснодардың артынан келген екімдер де бар еді. Епсі топлашып, мені анализлерім оғыреніп, білгенлеріне көре бірше оғыретмеге тырыша еділер, ама білгілері, керек білгілер оларда жоқ еді, ама бір контроль япайдылар. Бұл лабораторияның yolbaşçısı kadın. Men tanıgan insan değil ama ağama sonra айтқан, nasıl bu siz analizler getiresiz? Bu belli analizlerin neticesinde normal şekilde insan olmayılı rezultat analizi. Мало что нестандартный, как вот olmayılı. Nasıl ne var ne yok dep soragan vaqtda son ağam anlatқан belli açılık tuta. Son bu kadınçıkta айтқан sizin kardeşinizga bu analizlerge bakkanda endi в общем, шынды битермесе, ярамай битмек мүлкін. Бұна бақмадан Бекир Умеров 30 күн девамында ачылық тұтты. Ве ойледі бірден ачылықны тоқтатты. О Андрей Сахаровдан мектуп алды. Намылы Алим ве ұқуқ қоройжы язған мектуп Аляда Умеровның евінде сақлы тұра. Дорогой Бекир, отправил телеграмму Горбачеву. Просил Горбачева обратить внимание на плачевное положение крымских татар. Прошу вас прекратить голодовку. Ваша жизнь нужна народу и вашей семье. С уважением, Андрей Дмитриевич Сахаров. Бекир Умеровның ачылық илан еткені қында хабер Қырым татарлар яшаған әрбір көшеге тарқалды. Вечок адамны әрекет етмеге рухландырды. Нәтижеде Москвада бекленілмеген миғдарда адам топланды. Yüzlerce Қырым татар, еркеклерден ғайры балалы қадынлар мұнда митинг кечірділер. Халқара журналистлерінен қоныштылар. Девлет yolbaşçılarının көрішівлер талап етейділер. Ве өз мақсадына иріштілер. Сүргін етілген халқының меселесі бұтын дүнияға янғарады. Совет бірлігінде есе Қырым татар меселесі бойынша Девлет комиссиясы тізілді. Тезден біздің баба деделеріміз күтлеви шекілде өз туған топрағына 1944 сенесі 18 майыста шыққан евлеріне қайтмаға башлады. Олар ватанда яны ев құрмаға тырышты. Оларның арасында Бекир Умеров да олды. О Қырымға шу 1987 сенесі қайтты.